Армысыз көрермен, арнада QR News. Сіздермен бірге мен Абдрахманов Мағжан, спортшыларымыздың Париж Олимпиадасында осы аптада көрсеткен нәтижесін қорытындылайтын боламын. Ел намысын қорғаған спортшыларымыз әлемдік аренада жоғары деңгейде сынға түсе алатынын тағы да дәлелдеді. Алдымен 6 тамызда болған керемет жетістіктен бастайық. Отандасымыз Әмір Маймұратов қызға өрмелеуден Олимпиада рекордын орнатты. Ол қызға небәрі 4,89 секундта өрмелеп шықты. Алайда кейін бұл рекордты америкалық Сэм Уотсон жаңартты. Қазақстандықтың рекорды 20 минутқа ғана тіркелсе де, мұндай көрсеткішке қол жеткізудің өзі нағыз ерлік. Алғашқы іріктеу кезінде, өрмелеу кезінде рекорд жаңарттыңыз. Қандай сезімдесіз қазір? Білмеймін. Шынымды айтсам, өте оңай болды. Бұл скалодром өте жақсы. Ешқашан сондай скалодромда өрмелеген жоқпын. Енді Олимпийский ойындарда ең мықты скалодром жасады. Сол үшін болады. Бокстан Қазақстан құрамасының көшбасшыларының бірі Назым Қызайбай ел қоржынына қола медаль салды. 50 келі салмақта сынға түскен Қызайбай жартылай финалда әлем және Азия ойындарының чемпионы қытайлық Ву Юке есе жіберді. Жекпе-жектен кейінгі сұхбатында Назым дзюдошымыз Абиба Абужақыновамен өз спорт түрлерінен қазақ қыздары арасындағы тұңғыш Олимпиада чемпионы болғысы келгендерін айтты. Жеңсем де, жеңілсем де қасымнан табылатын отбасыма, достарыма рахмет айтамын. Жеңісімді маған қолдау көрсеткен көпшілікке арнаймын, деді Назым. Назым, қалай болды? Қандай сезім? Енді ойдағыдай болмады әрине. Кеш бокста істеп, ұтуға енді барым салдым. Бірақ Қытай қызы алдап кетті. Кішкене қатты қалдым, қатты тұрамын деп арасында. Қатты настройстамын, бәлкі содан шашынайын. Несі қиын болды бұл қарсыластың? Енді былай қарасаң барлық қарсылас бірдей ғой. Бұл жерде қатты ұтқым келді, сол да кішкене қалай айтады. Ақылым кішкене ойдағыдай болмай қалдым. Алдап кетпістейін деп едім, оғыз ақылдырақ сеп кетті. Грек-рим күресінде де мақтанарлық жетістігіміз бар. Демеу Жадыраев 77 келі салмақ дәрежесінде күміс медальді қанжығасына байлады. Ол финалда жапондық Нао Кусакамен кездесті. Жекпе-жек 5-2 есебімен жапон спортшысының пайдасына шешілді. Бірақ Демеу жоғары дайындығы мен жауынгерлік рухын көрсете білді. Жоғары деңгейде болды, бірақ енді финалда ұтылғаннан кішкене өкініш болады екен, кішкене. Бірақ енді бұйырғаны. Мен енді жауапкершілік жоғары сезіндім енді финалға. Финалға дейін ондай сезінбедім. Финалға шыққаннан кейін сол жауапкершілік басым болып кетті менен. Сол себептен жауапкершілігім келіп кетті ғой. Әйтпесе жоғары деңгейде дайын болдым. Қолдағандарыңа барына рахмет. Күніңіз құтты болсын. Осы аптада тағы бір күмісті боксшымыз Нұрбек Оралбай 80 келі салмақ дәрежесінде жеңіп алды. Ол финалда украиналық Александр Хижнякпен кездесті. Бірінші раундта қарсыластың пайдасына, екіншісі біздің спортшының пайдасына шешілді. Бірақ шешуші раундта Хижняк басым түсті. Нұрбек келесі Олимпиадаға бұдан да мықтырақ болып оралуға сөз берді. Ассалаумалейкум. Мен қолдап отқан қазақ еліне үлкен рахметімді айтамын. Енді барымды салмату үшін соңында шүкір етеміз. Енді Алла қаласа жақсылап дайындалып, келесі Олимпиадада алтынмен оралуға барымды саламын. Еңбек етемін. Рахмет қолдап отқандарыңызға. Қазіргі уақытта Қазақстан жалпы медальдік есепте барлығы 7 медальмен. Нақтырақ айтсақ, 1 алтын, 3 күміс және 3 қоламен 31-ші орынға жайғасты. Арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз. Төменде Олимпиада нәтижелері жайлы пікіріңізбен бөлісіңіз. Келесі кездескенше қош сау болыңыз.